Ауа райы тамаша, ауа райы керемет, кәдімгідей басымда нем жоқ тақырбас болып күннің астында қазір басыма күн өтіп мұрнымнан қан ақпаса болар еді. Ана жерден әдемі троллейбус кетіп қалды. Мен енді бүгінгі тапсырмамды орындай берейін, кетті ме? Десем, қалай қарайсыңдар достар? Қалайсыңдар қымбат көрермендер? Сендермен бірге мен Джонни братан, және де достар, біз бүгін Джоннимен бірге қазір достар өте керемет бір трюк жасайтын боламыз. Яғни достар, мен көп Джонни жайлы видеолар көп жүрмін, бірақ ешқайсысы ма или мен көрмедім ба, әйтеуір самолетті ондай қатты айдағандар жоқ екен. Ал біз достар самолетпен қазір барып трюк жасайтын боламыз. Яғни Джонни бізде трюк жасайтын болады. Джоннидің опытын қарап көрейік біртіндеп. Достар, мынаны қараңдар, на машина деген BMW M4 көлігі өте керемет достар. Мынау деген енді қарасаңдар ебай айуан ғой достар. Қараңдар, шынау астын артын бәрі дейін керемет болып тұр. Қап-қара цвет дейсің ғой. Так, кім BMW-ның фанаты комментарий қалдырып отырыңдар, смело лайктарыңды басып, және де басқа да көліктердің фанаттары болсаңдар, смело қалдырып отырыңдар. Так, бісміллә деп мына жерден түсіп кетеміз. Так, тұрса біз әдемі келе жатырық жолмен. Енді қазір біз тезірек барып 3 самолетті дайындап қой дедім өзімнің адамдарыма. Сол 3 самолетті дайындап қойғаннан кейін, сол 3 самолеттен әйтеуір біреуімен, әйтеуір или үшеуімен де трюк жасап көретін боламыз. Так что достар, смело лайктарыңды басып, каналға тіркеліп отырыңдар. Сендермен бірге мен Джонни братан, және де ойбай. Так, мына жаққа енді біз по идее келдік, почти. Біз мынандай жерге қарамаймыз, бүйтіп жаймен өту деген жоқ. Келіңдер, кәне қаяқта машина? Мынаны қарасаңдар, так, мынаяқтама машина, нелер, вертолеттер, самолеттер. Қаяқта екен олар? Или мә қаяққа қойып қойыпты олар? Мен бір жерге қойып қойыңдар деген ғой. Что-то таппай жатырқ қой да. Так, қаяқта екен? Так, достар, мен осы жаңа звондадым. Короче, ана жаққа қойып кетіпті. Мен уже көрдім. Қазір енді жаймен біз жолмен баратын боламыз. Мына жерде қазір бір самолет көріп, біз самолет қақып кетіп жүрмесіне. Тегі жаман атты болып, Джонниді самолет қақып кетті деген атқа лайықты болып жүрмейік. Оппана, міне достар, қараңдар. Енді не аузын жауып кетпеген, есігін? Туппой. Есігін жауып кетпеген ананың. Ыңғайсыз көрінеткен. Так, біз енді мынау 3 самолет тұр. Так, мен мынаны басқа жерге қойып қойым, шамалы бүйтіп тығып, тағы да қазір машинамды біреу мышып кетсе, бейшара әбден бойымнан айырылып қалатын. Қазір менде жағдай жоқ. Мына жерде әдемі көрініп тұрады екен достар, қараңдаршы. Мынау деген топ қой енді, мынаған видео түсіргір қой, дың дейтін шандай. Так, енді біз мына жерде, так, бүйтіп секіре саламыз. Мына жерде бізде 3 не тұр. Мынау худрамет, и сосын мынаның аттары қандай екен білмеймін. Енді бізге біреуіне отыру керек. Әрине біз бірінші көктен бастаймыз. Бірінші тұрғаннан есігі мынау тұр екен. Давай ал, кеттік ал, мініп көретін боламыз. Ал енді бісміллә дейміз. Опана, так, нормально. Жүресің ба? Опана. Так, қаққа барамыз? Оңға, солға, давай, солға кете берек. Жемен. Давай. Өзі кетіп баратыр оны. Давай, жемен. Так, нормально. Так, бір трюк жасап көрейін ма достар, мынандай. Емай, қорқыныш екен достар мынаумен. Так, енді біз қазір мына жерде бізде нелер бар ғой, ғимараттар бар ғой. Қазір ғимараттардың арасымен өтетін боламыз. Қақитып бара тұр мынау? Құлағың деп тұр мынау. Самолеттің өзі түскісі келіп тұр ғой біздің Джоннидің. Явно қазір достар біз жарылатынын сеніп тұрмын, өйткені біліп тұрмын достар, жарылатыныма сендімін. Опана. Ема. Опана, уж басылып кетті ма не? Ема, анау деген өте керемет екен. Так, опана. Жемен. Опана, мына жерлерге соқ кетпесек болды. Және де опана. Ема. Мынау енді топ достар. Мынау әдемі кеттік достар, қараңдаршы. Жемен. Нормально. Так,
Енді бізде қандай жер бар? Осылайынан орталарынан өтіп жүрсек болады. Не дегенмен бізде деген алдында көрдім, косой айдапты самолетті, бірақ Джонни айдамапты да. Бірақ біз енді Джонниға айдатып көріп отырық. Мынау топ достар, мынау енді керемет. Так, бізде қандай жер бар еді? Шамал не жасайтын, а? Трюктар жасайтын, бір күшті қылып, бір ортасынан өтетін. Анаяқта осы не бар? Мост бар емес пе? Мосттың ортасынан өтіп көрейік қазір. Так, нормально, әдемі кетіп баратыр. Пока что стабильно. Ана, мәні қатшады екен, Ана, туры тиза жетіп алды. Бой, мынау енді достар. Мынаны енді айта алмаймын мен. Мынау өте керемет самолет екен. Самолет. Так, самолет та бұның аты. Так. Бізде мост қайда екен? Так, мост артта қазір. Мост артта болса, шамалы. Жоқ. Тихо. Опана. Енді екіншісінің ортасынан. Опана. Ана жерде де бар екен, Так, кетіп қалуға болмайды әзірге. Бізге әзірге кетіп қалуға болмайды. Так, норма. Қой, мынау енді апасыны, мынадан жарылатын жағдай жоқ, Мына жерін точно жарылам ғой мен. Бытыштым шығып. Так. Мына жерде бізде нелер тұр екен? Контейнерлар бізге стена емес. Нормальдық бізге жүрсек болып, басқа еш нәрсе керегі жоқ. Так, бізде қайттан өтейін ба? Так, қайттан өтуге болады енді. Бола ма екен, или болмас па екен? Опана. Жаймен. Ема! Вот это, Жаймен! Ема! Мынау енді достар, мынау енді қалай лайк баспайсыңдар мынандайға. Бұл деген Джоннидің опыты емес, бұл деген менің опытым ғой, нормальный опыт деп ойлаймын. Мынау өте біртүрлі екен. Айдаған ше. Міне. Оппана. Так, енді қайттан біз енді неге барып көрейік? Басқа... Біз неқті жүк па не? Төбе қарайшы. Топ бас күл. Мына жерге қонбайды ғынау. Қонсаққа жарыламыз біз, бытышымыз шығып. Так, онда қазір айналып баратын боламыз. Так, айналу үшін бізге бүйтіп, сосын... Давай. Ойбай. Қондырдық. Опана. Бағанағы вертолеттер қақта біздің самолеттер. Анау тұр ғой, так, олар қазір айналып баратын боламыз. Теліп кеттім ғой. Мына самолет не істеп жатыр? Так, жаймен. Так. Смело ғой, болды ғой, достар, өзіміз ғой. Ұшып бара тұр ғой, ұшпайсың, болды, брат, денең қадырат. Ұшпайсың, болды. Так, енді бұны мына жерге қоя тұрамыз. Бұл жерге қоя тұрамыз. Так, енді біз ана самолеттерге мүмкін көретін боламыз қазір. Ол самолеттермен қалай болатынын білмеймін мен әзір. Так, мен енді мынаған мүмкін көрейік. Так, хидра, мидра, бәрінен мықты хидра дейді ғой, рус. Хидра мүмкін көрейік. Бұлайдан міне салына отыды, по идее. Ебай, артындағы отты қара. Ебай, мына отты қара. Давай, бір. Ұшты. Мынау не атып отыр? Ойбай, мынау не айналып кетті ғой. Наңғарыңдар достар.
Так, енді бізге трюк жасау керек бұмен, Айбай, бұмен трюк жасау что-то ыңғайсыз болады ау. Достар, мына қараңдар, мынау ракета, қазір ракетада тұр. Біз енді бұл қазір ататынды бассам, бұл тек прямо ұшады. А если ракета без наведения деген ба, бұл енді төбеде жүрген самолеттердің артынан пок өткізіп істегенде артынан қуатын ғой бұл, в общем. Полный қуат. Сол кезде барып жарылатын болады сол қу. Так, бісміллә. Ал енді біз бұлардың арасынан трюк жасаймыз ба деп что-то ойламаймын мен, что-то жарылып кететін сияқтымын қазір. Жарылып кететін сияқтымын. Ойбай! Ема! О, нағара совершено дейді. Уж, достар, біз бір не орындап тасадық, миссия орындап тасадық та. Мынау енді топ, достар. Так, бүйтіп қайтан. Уф! Мынау енді, достар, қайдам енді. Мынау енді қалай лайк баспайсыңдар мынандайға. Так. Ойбай! Мынау деген, хидраң деген конкретно, достар, таңғалдырып атыр. Енді біз мына мосттардың арасына өтіп көреміз пока что. Бір атып жібереміз. Мына қараңдар достар, мына жерден әншейін ешқандай несіз өтіп бара жатыр бұл. Кедергісіз еш нәрсеге кедергі несіне біз бағана бірінші немен біз кәдімгідей кедергі қойғанбыз, достар. Бүйтіп қатты қозғалып, мынау деген өте керемет қозғалады екен. Мынау базар жоқ қой. Басқа қандай жерде, достар, трюк жасайтын жер бар? Трюк жасайық барып, күш соқпай фун деп, если что білсеңдер, неге жазыңдаршы. Осы басқалар орындайды болса, ұмытып қалып тұрмын, достар, кәдімгідей. Мыналардың арасынан өте аламын ба? Кетті, демала ғой, ауру ғой мынауың деген, жынды ма, ана жерде деген, қиын ғой. Так, онда ше біз қазір енді ғимараттардың арасымен, мосттың ортасымен өттік. Ал енді біз қазір үшіншісін тексеріп көретін боламыз. Үшіншісін енді мен енді айта алмаймын. Ол өйткені қозғалысы да, басқасы да нашар. Опа, под мостом дейді. Полетов под мостом. Так, под мостом бола ма, под мостом бола ма, білмеймін, достар. Так. Тихо, өшіреміз. Так. Мынау деген өте удачный посадка болды. Так, нормально. Так, онда ше біз мына жерге қоя тұрамыз пока что. Лақтырып жіберді. Прикинь. Мына жерде, достарым, прикинь, мынаның астында несі бар екен, лақтырып жүретін, так жандай аварийный ситуацияларды лақтырып жүретін андай нелер болады ғой. Парашютпен бірге лақтырып жүретін, сондай сошаң біз лақтырып жүрет. Ал енді біз мынаны отыратын боламыз. Қосып кеткеніз. Нормально. Что-то бұл қорқынышты, достар. Ойбай, қозғалысы да қиын ғой мынау. Мынау деген негізі неге арналған емес пе де? Или ондай емес па? Андай груздарды тасайтын нелер болады, сондай деп ойлаған па идея. Ондай емес екен. Так. Бұлайна үлгіреміз ба? Үлгіреді екенбіз. Опана, қараңдар. Светін ауыстыралады екен. Прикинь. Сары цветке ауыстырасай онда ше, нормально. Так. Ойбай, мынаның қозғалысы қиын ғой, ағатай. Мынадан таспаға тез қозғалама дедім ғой. Мынау мен бір жерге самолетпен барғанша, бір жерге немен бара саған жақсы ғой. Кәдімгі велосипедпен ба. Ағатай. Не деген күшті едің, Мынау мен қазір жарылып өліп тынамыз ғой түбінде мынаумен. Мынау мен енді мен қазір жасамаймын никак. Енді бір мына жерден бүйтіп бір нәрсе жасап көрейін. Так, бүйтіп. Мынау мен қозғалу қиын ғой. Слишком қиын, достар. Жоқ, жарылам мен мынаумен, достар, қазір. Бұл нормально. 2 самолет жетеді деген ойдамын. Мынау ұшпай қалған бір таспақа бір нәрсе екен.
Так, нормально. О, мынаумен енді удачный полет жасадық. Аняқа барайын достар, өйткені аняқа барамыз екен уақыт кетіп қалады. Менің терпением кетеді, шыдамым таусылып қалады. Одан кейін быт шығып кетеді, жарыламыз. Лучше біз лучше қайта салайық. Енді примерно бұл енді 3-ші орында ғой енді, иә. Біз енді 3-нен таңдадық, нормаль дегендерін. 3-ші орында енді. Бізде мен енді өзімнің неммен айтайын мен сендерге. Хидра мен мына екеуі что-то өте кәдімгідей біртүрлі болып тұр достар. Біз осы жаңа хидрамен жасап, біз жақсы істедік па, әлде мынаумен жасап жақсы істедік па? Что-то мен ойланып тұрмын. Мынау базар жоқ қатты қозғалады, бірақ өте слишком жыбырлақ. Ал анау хидра өте серьезный қозғалады, бірақ өзінің жасағандарын таза істейді. Екеуінің қайсы жақсы деп ойлайсыңдар? Еще надан неше түрлі ататын нәрселері бар. Ойбай, анау кіріп кетеді ғой. В общем, достар, екеуінің қайсысын жақсы деп ойлайсың? Мен өзім хидраны жақсы деп ойлаймын, анау ақты жақсы деп ойлаймын. Так что, достар, екеуінің қайсы жақсы деп ойлайсыңдар? Сразу комментарияға жазып, өздерің ойларын жазып кетіңдер. Біз осымен керемет видеомызды аяқтаймыз. Если что, тағы да осындай эксперименттер жасайтын болсақ, онда смело айтыңдар, немен нені жарыстырамыз, немен тағы да нелер жасаймыз, тағы да дрифттер жасаймыз, немесе тағы да осындай ұшақтарды, вертолеттерді салыстырамыз ба, оның бәрін комментарияға жазыңдар достар. Сендермен бірге болған мен Джонни Братан, және де осындай керемет эксперимент достар. Аман сау болыңдар, келесі жүздескенше.